хворост дайындаймыз. Оған бізге 2 жұмыртқа, 200 грамм ұн, кішкене пищевая сода, тұз и 2 ас қасық қант. Араластырамыз. Жатырмыз. Енді осыған 2 ас қасық қант, кішкене пищевая сода и тұз. Араластырып, соған 200 грамм ұн қостық. Қатайттап, хворост дайындаймыз. Енді осынан хворост жасаймыз. Енді мынаны былайынан кесе береміз. Ортасынан кесіп, осы севереміз. Ромбик қылып осы ортасынан кесеміз, сосын ішінен былай өткізіп шығара береміз. Жаңағы 2 жұмыртқадан міне осынша хворост шықты. Сковородкаға қайнатуға. Енді міне хворостымызды қазір пісіріп аламыз. Осылай. Міне хворостымыз дайын. Енді осыны алып сала береміз. Дайын, жаңағы 2 жұмыртқа, 200 грамм ұннан осынша хворост шықты.